алтын қазына, кітап білім бұлағы деп дана халқымыз айтқандай, мектеп кітапханасы да кіші қазынаға толы алтын сандық. Кітап біздің рухани жан азығымыз. Білім нәрін аңсаған жас ұрпақты рухани азықпен сусындатуда Кекбаев атындағы мектеп гимназиясы кітапханасы да өз үлесін қосуда. Кітапхана оқырман мен кітап арасындағы алтын көпір. Осы заманға ақпарат тасымалдаушы технология жүйесінде де кітапханашы маңызды буын болып саналады. Мектебіміздің кітапханасында екі кітапханашы, Динара Диханбаева мен Дина Майкенова жұмыс атқарып келеді. Әрбір жұмыс күндері білім нәрімен сусындауға асыққан шәкірттерге қажетті көркем әдебиеттерін үлестірумен басталады. Мектеп кітапханасы заманауи талаптарға сай жабдықталған. Кітапхананың көлемі 48 метр квадрат, оқу залы біреу, отырғызу орны 20, жалпы кітап қоры 37.604. Оның ішінде 32.217 оқулық, 3.400 көркем әдебиет, 517 әдістеме, 1.616 дана электронды оқулық бар. Кітап мәңгілік парасаттың ең киелі ғибраты деп жазушы Әбіш Кекілбаев айтқандай, халқымыздың тарихын білгісі келетін оқушыларға рухани жаңғыру жобасы аясында Букросинг мектепте акциясы жыл сайын дәстүрлі түрде өткізіледі. Осы іс-шара барысында кітапхана қоры жаңартылып, жаңарып отырады, көркем әдебиеттермен толықтырылады. Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың халыққа жолдаған дәстүрлі жолдаулары кітапхана жұмысын жоспарлауда басшылыққа алынады. Осы жоспар аясында Ыбырай Алтынсариннің 180 жылдық мерейтойына, Жамбыл Жабаевтың 175 жылдығына және Мұқағали Мақатаевтың 90 жылдығы, Сара Алпысқызының 80 жылдық мерейтойына арналған танымдық көрмелер ұйымдастырылды. Осы іс-шара арқылы қазақ даласының дара тұлғаларының өмір жолы, шығармашылығы және ұрпаққа қалдырған мол мұралары насихатталды. Өскелең жас ұрпақты тәрбиелеу барысында халықтың өткенін саралап, болашағына бағдар жасауда елбасының болашаққа бағдар рухани жаңғыру және ұлы даланың жеті қыры жолдауларының маңызы ерекше. Қазіргі заман ақпараттық технологияның дамыған кезеңі болғандықтан, мектеп туралы мәлімет пен жетістіктер туралы ақпарат алу мектеп фойесінде орналасқан ақпараттық киоск аппараты арқылы қонақтар мен оқушылар үшін қолжетімді. Құрылғы сезімтал экраны арқылы жұмыс жасайды. Экранда орналасқан ұяшықтарды таңдау арқылы өзімізге қажетті толық мәліметті ала аламыз. Бүгінгі күні жас ұрпаққа берілер білім мен тәрбие өз мәнінде сапалы болуы бірінші кезекте тұрғаны анық. Осы орайда еліміздегі бірден бір руханият ордасы кітапхананың алар орны ерекше деп, елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев өз сөзінде кітапхана маңызын атап көрсетті. Кітап оқу арқылы біз білімімізді шыңдап, сөздік қорымыз бен ой өрісімізді кеңейтеміз. Сонымен қатар түрлі жанрдағы кітап оқу елді, жерді сүюге, талапты кішіпейіл болуға, мейірімді әрі төзімді болуға баулиды. Заман талабына сай, ақылды мектеп жобасы аясында мектеп кітапханасы Smart School жүйесіне қосылған. Электронды кітапхана жұмысы ақпараттандырылып, оқырмандарға сапалы қызмет көрсетуде. Кітапхана қызметіндегі дәстүрлі жүйеден электронды кітапхананың басты ерекшелігі оқырман үшін өте ыңғайлы әрі тиімді. Қолда бар смартфон камерасын ашып, электронды тақтаға жақындату арқылы кезек күтпей, уақыт ұттырмай, өзіне қажетті көркем әдебиетті оңай ала алады. Электрондық тақтада мобильді әдеби көркем шығармалар орналасқан. Smart School жүйесіне тіркелген электрондық кітапхана қорындағы көркем әдебиеттерді
Мектебіміздің ұстаздары мен 2000 білім алушы шәкірттеріміз қажетіне қарай қолдарындағы электрондық турникет карточкалары арқылы қолданады. Тәуелсіз Қазақстанның келешегі жас ұрпақты тәрбиелеуде әлемде белең алған ахуалға байланысты онлайн жүйесінде білім алып жатқан оқушылармен жұмыс жоспарына сай түрлі тақырыпта онлайн, офлайн форматта танымдық сағаттар мен челлендждер жүргізіліп отырды. Іс-шараға оқушылар белсенді түрде қатысты. Мен Динара Бекжігітқызы 23 жылдан бері, ал көмекшім Дина Жолдасбекқызы 5 жылдан бері кітапхана саласында қызмет атқарып келеміз. Заман ағымына сай шәкірттерді тәрбиелеуде өз үлесімізді қосудамыз. Кітап адам өміріндегі, әсіресе жас ұрпақтың өмірінде ерекше орын алатындығын ескере отырып, тағылымы мол тәрбие жұмыстарын дәстүрлі түрде жүргізуді алдағы уақытта жалғастыру жоспарымызда бар.